Түркістан облысының полицейлері заңсыз аңшылықпен айналысқан күдіктілерден қару-жарақ тәркіледі. Созақ ауданының 2 тұрғыннан патрон, кісендер, қолдан жасалған пышақ пен есірткіге ұқсас заттар табылған. Бұл туралы облыстық полиция департаментінің бастығының орынбасары мәлімдеді. Экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментімен бірлесіп арнайы жедел іздестіру іс-шараларын жүргізді. Нәтижесінде қызыл кітапқа енгізілген жабайы жануарларды заңсыз аулау дерегін анықтады. Жедел өкілдерімен дер кезінде қабылданған шаралардың нәтижесінде Созақ ауданының тұрғындары, яғни күдікті екеуі анықталды. Олардың бірі арнайы есепте тұрады. Полиция қызметкерлері күдікке ілінген ер адамдардың үйін тінту кезінде арқар жануарына ұқсас аңның еті, мүйізі мен басын тапты. Түркістан облысы полиция департаменті экстремизмге қарсы қимыл басқармасы қызметкерлері ұлттық қауіпсіздік комитетінің Түркістан облысы бойынша департаментімен бірлесе отырып жүргізілген арнайы жедел іздестіру шараларының нәтижесінде Түркістан облысы Созақ ауданының 2 тұрғыны анықталып, тінту кезінде үйлерінен қызыл кітапқа енгізілген арқар жануарының еті мен мүйізі, сонымен қатар күдіктілерден 2 дана тіркелмеген атыс қаруы және әртүрлі калибрлі 50-ден астам патрон, қару-жарақ оптикасы, қолдан жасалған пышақ, есірткіге ұқсас зат пен діни әдебиеттер тәркіленіп, алынған заттай дәлелдемелерге тиісті сараптамалық тағайындалып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Сондай-ақ сезіктілерден 2 дана тіркелмеген атыс қаруы, әртүрлі калибрлі 50-ден астам патрон, қару-жарақ оптикасы, кісендер, қолдан жасалған пышақ тәркіленді. Үйді тінту барысында есірткіге ұқсас заттар мен діни әдебиеттер де табылған. Алынған заттай дәлелдемелер тиісті сараптамаға жіберілді, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде, күдіктілер қамауда. Жасурбек Жұматай, Еркебұлан Тағайбек, жаңалықтар.